Жерім болған екен, Атырау облысы Махамбет ауданы. Әр үлкен аудандардан осындай жайықтың бойындағы осындай көпірлер салынса, нұр үстіне нұр болар еді. Мынау жақсы болды ау. Енді әрі бері өте беретін көпір қояйын. Кім көпір салса, үлкен сауапқа қалады дейтін еді. Үкіметке сау болсын. Осындайлар көпір салғандар үшін. Мұның астынан қазір енді кемелер жүреме жалпы жайықтың. Алла, керемет, Мұнан қарасын. Суретке түсіру керек мұнан. Мұнау не астында? Мұналар не салып отыр? Мынау бұсуы ғой. Осы жерден бетон жасап, құйған болып тұр ғой. Сонда қараңызқандай әдемі. Астын қалай салады екен, бетонмен құйған ғой. Көрейік, сіз мына қазір жайық. Жайық өзені. Қолынан түсіп өте жазды. Біз мынау Ақжайықтың жағасындағы Жарсуат мекенінде тұрмыз. Бұл жерде Мұрат Мөңкілұлындай қазақтың ұлы перзентінің қасиетті тәні жатыр. Мұрат Мөңкілұлы 12 ата байұлының Қаратоқай Беріш оның Аққұлы бөлімінен тарайды. Бұл кісі менің ұғымымда енді бір кішкене қысқаша ғұмыр баянын шолып өтсек, жалпы ел білгенменен енді кейінгі ұрпаққа құлағдар болсын деп, бұл кісінің ағасы Матай дейтін де ақын болған адам. Мұрат жастай жетім қалады әкесінен. Сол осы жайықтың жағасында бір күні қозы жайып жүрсе, бір Беріштің атақты биі бір жол жүріп бара жатады нөкерлерімен. Осы мына таңдайы жарылған Мөңкенің баласы бір сөйлеп, жырмен туған, таңдайы жарылып, маңдай жарқырап туған баласы бар деп соны көре көтшектеп бара жатқанда алдынан 6 жасар томпаңдаған Мұрат шығады, қозының сыртында таяғын белін ұстап. Соң ана би білгісі келіп, мұның шарғасын, пардасын білгісі келіп ойнайды. Ақжайықта құтыбалық, бір сөзбен бұл баладан құтылалық, томпаңдап қой соңында не қып жүрсің, ағамды тумай жатып жұтып алып деп айты дейтін. Сол кезде әлгі бала таяғын жұлып алып қолынан ойнайды. Ақжайықта құтыбалық, бір сөзбен біздағадан құтылалық, ағаңды алдыңда көстеңдеп ел алдында сен де жүрсің, ағаңды алдыңдағы жұтып алып деп айты дейтін. Бұл 6 жасар Мұраттың сөзі. Міне содан бастап, 6 жасынан бастап бүкіл Алаштың алдында сайраған бұлбұл. Бұл кісі зар заман ақындарына жатады. Тұнау шығыста Найман елінен Бабатайлы Дулат сияқты ұлы шайыр. Арғын елінен Қанайлы Шортанбай сияқты ұлы шайыр. Арғын елінен Дадан Тобықты Нарманбет Орманбетұлы сияқты ұлы шайыр. Міне сол сияқты солардың қатарында Мұрат Мөңкілі да зар заман ақындарына жатқызылады ғылымның тілінде. Сол менің өзімнің жеке пайымымша қазақтың сол сыпырадан жалғасқан ұлы жыраулар көшінің ең соңғы шын мәніндегі алтын шығыршықтары осы зар заман ақындары. Себебі кешегі тұнау алтын орда уығымыз көкке шаншылған, шаңырағымыз шалқақ, ғаламның жартысын билеген бабаларымыздың тұсындағы сән мен салтанат, рухтың асқақтығы және сол бақтың басымыздан көшіп бара жатқаны, кәпірге қор болып, құл болып, құрып бара жатқан
жөліп тартылып бара жатқан, сарқылып бара жатқан қазақтың бүкіл қасиетін, жерінің шегін, елінің кегін, елінің тегін қорғап өткен асыл арналар деп есептеймін. Сондықтан Мұрат Мөңкұлының мен білетінде осы Зарзаман ақындарының қатарында ерекше шоқтығы биік шайыр екендігі. Ол кісі сондай-ақ сонау Асанқайғы Қазтуған, Шалкейіз Доспанбет сияқты ноғайлы дәуірінің ұлы шайырларының, ұлы жырауларының жырларын жеткізуші. Бұл кісі сондай-ақ Қырымның 40 батыры жырлар циклын жеткізуші ұлы миссия атқарған адам. Мұрын жырау атамыз Сеңгірбекұлы осы Мұрат ақынның шәкірті. Жайықтың жағасында шалғын шауып жатыр екен дейді, мұрын жырау келсе. Содан өзінің жағдайын айтады. Сөйтіп мұрын жыраудың естелігінде сол шалғынды шауып кеттік, ел бойынан айтты дейді, мен тұна жағанын жетіп барғанша айтып барам, қайтқанша сен айтып келесің деп. Қысқасы басқа адамдардан оқ бойы озып кеттік, шалғын шауып келе жатырмыз, Мұрат екең жырлап келе жатыр, мен тыңдап келе жатырмын дейді. Қайтарда соны мен жырлап қайттым дейді. Сөйтіп менің зердім жиыныме риза болып, өзіне шәкірт қылып бір ай жатып, сол 10-нан аса Қырымның 40 батырының жырын осы кісіден үйренеді. Міне бұл кісінің бір ұлы миссиясы сол. Сондай-ақ бұл кісінің тағы бір миссиясы атқарған қазақтың алдында Махамбет Өтемісұлының жырларын бізге жалғап жеткізуші. Ал енді Мұрат Мөңкұлы өзі Қаратоқай Беріш Аққұлы бөлімінен дедік қой жаңа. Нағашы жұрты Адай елінен Жеменей Өрдек қауымынан нағашы жұрты. Шеше жаңағы апамыздың аты 40 жылқы. Бір рауаятта Өрдектің Есенінің Азамат Саламат деген би шораларының жиын екен дейді. Бір рауаятта Кенжақтанның жиын екен делінеді. Қалай болғанда да жаңағы 40 жылқы апамыздың өте ерекше адам болған дейді ол кісіде. Енді мұндай баланы туатын анада ерекше болады ғой. Сол Өрдек ауылының жиын екендігі Адайдың. Бұл кісі жаңағы ұлы шығармалары Үшқиян, Сарыарқа сияқты дастандары. Сарыарқа бұл Қашағанменен қайыртпай кеткен Қашағанменен замандас дос болған адам. Қашағанға мұң шағу ретінде айтылған басталып. Жаңағы Сарыарқа дастаны. Үшқиян сірә жаңағы өзегін өртеген бастан ауған дәурен бақ соны толғайды. Әлгі ойлы еділді келіп алғаны, етекке қолды салғаны, жайықтағы келіп алғаны, жағаға қолдың барғаны, ойылды келіп алғаны, ойындағысы болғаны, Маңғыстауда Үштібек, оны дағы алғаны, Үргенішпен Бұқарға арбасын сүйреп барғаны дейтін. Немесе жаңағы аузы түкті кәпірден жүрегі шайлығып, ұстайма деп қорқамын ақборықтай иілген, кейінгі туған баланың ақборықтай білеген, ащы суға тойдырып, сақал мұртын қойдырып, шаяма деп жүрегін, адырағалғыр жара заманның мен жаратпай тұрмын сүрегін деп толғаған шер толғаулары біздің мәңгілік, біздің рухымызды өлтірмейтін, ұлттың рухын өлтірмейтін, сонау Орқын керулен бойында тасқа жырғашап жатқан күлтегін, жолдық тегіндердің сарындарына содан бері қарай бізге жүрегімізге жалғаған киелі сарын, киелі рух, киелі жырлар деп есептеймін. Сондықтан Мұрат баба, жатқан жеріңіз жайлы болсын, топырағың торқа болсын, бейіште нұрың шалқысын. Бейіште нұрың шалқитынына біздің күмәніміз жоқ. Сол өзіңнің бүкіл құйма алтын сөздерің кейінгі келген қазақтың ұрпағының жүрегінде балқысын. Сол жүректен Алла тағаланың жұпары дүниеге аңқысын деген тілек айтқым келеді. Мынау Алтын Орда Үшқиян сапарында арнайы сол Үшқиян дастанының авторы, Үшқиян қонысының жоқшысы, Үшқиян қағанатының заршысы
Мұрат атамызға арнайы ат басын бұрып, Құран оқып, зиярат қылып тұрған себебіміз сол. Үшқиянды бөлуге болмай, тағдырлас, тамырлас. Иә, Үшқиян елі бұл күллі берісі қазақтың, арысы түркінің тамыры, үзілмеген тамыры, бұзылмаған тағдыры, ертеңге аманаттаған шері. Сондықтан жаңағы өрісімізді кеңге, қонысымызды өрге шығарып, осы бүкіл ұлы даламызды құшақтап сүйетін жүрек тапсақ екен деймін, тілек тапсақ екен, ниет тапсақ екен деймін. Бөлінгенді бөрі жейді. Қазіргі бір етек басты болып, үй арасынан, қораның арасынан, үй мен үйдің арасынан ұзай алмай, бұта мен бұтаның арасында бұқпақтап жүріп сөз айтатын адамдар көбейіп кеткен кезде, осы бабалардың киелі сарындары қайтадан естілсе екен, соны ұрпақтың жүрегіне сіңірсе екен, ұрпақтың жүрегін алып алған ібіліс шайтан малғұнның, әлгі ақ қорықтай үйілген жүрегі шайылған баланың жүрегін алып алған нәжіс кірлердің бәрі қашып, осы рух пенен нұрлар қайтадан сіңсе екен деген тілек қой біздікі. Мынау Мұрат Мөңкөлі дейтін қайет, мына ауылдың аты қалай еді? Жарсуат дедік па? Жарсуат ауылының сол шығыс бағытында орналасқан атақты 300-ге аты мәшһүр болған Мұрат Мөңке жыраудың қорымы. Сол қорымнан қазір құлпытастар шығып жатыр, аударып жатырмыз. Тана ұруы дейді. Жембет тайпасы. Бір жерде нүктесі көрінбей қалды. Есей дегенім екен. Қыдырмәмбет бөлімі Бөлтек Тасқабыл ұлы дейді. Уфат 70 жасында. Бесұру Бигіс тайпасы. Ақбай Бармағұлы Уфат болды 33 жасында 1882 жылы. Бегіс Беріштің құлпытасы. Мына жерде бәрі оқылмады, кетіп қалған. 1922 жылы. Дәл осындай құлпытастың Атырау облысындағы ерекшеліктері мөр тәріздес, шеңбер тәріздес белгітас құлпытас дейміз. Бұндай Маңғыстауда кездеспейді. Тек осы Атырауда бірінші рет көріп тұрмын, Атырау облысы бойынша. Кәне, енді оқуға үңіліп қарайық. Беріш ұруы дейді, Бегіс тайпасы. Құлсай дейді. Құлсай бөлімі Нақбай Бармақұлы дейді. 73 жасында уфат болды 1925 жылы. Бұл тасты алып қойды 1927 жылы. Келіні Сақып дейді. Мына құлпытастың да үлкен жалпақ, басы 3 бұрыш, геометрия тәріздес. Так, Беріш ұруы Бегіс екен ғой, Бегіс тайпасы. Құлсай дейді. Құлсай, Күлсай бөлімі Берікбай. Не ал дейді? Берікбай Ырысбайұлы дейді. Уфат. Анау не деген, неше жасында? 64 жасында 1924 жылда алып қойды. Баласы Мырзақали. Маңғыстаудан шыққалы сен спидометріңді қарадың ба? Атырау 1000 километр, мынау 180 километр. Сонда неше болды? 300 километрде 350 анық жүрді. Жоқ, Маңғыстаудан 1180 километр, 1150 километр. 1088. 1088 километр. Сенің үйінен. Не көрдік, не оқыдық. Бірден Құлсардан Атырауға қарай шықтық. Мына Қарсақ дейтін өндірістік компания сосын Байшонастың үстімен. Кімдері шықты құлпытастардан? Ысық бол, Кете бол. Кетенің ішінде де Әжібай Арал Айдар дейді тақтасынан бар. Содан енді бүгінгі мына күнде батып кетті. Жарсуаттың қасында Мұрат Мөңкөлі дейтін қауымға келдік. Атақты осы
кіші жүздің ішінде Ру Беріш аты мәшһүр мәлім жырау. Сонау сыпыра жыраулардан қалған жырларды жеткізген. Соның басын зиярат жасап, қазір енді Индер ауданының Индер ауылына қарай бара жатырмыз. Енді аманшылық болса, Алланың қалауымен ертең тұрып, осы Индердің күншығыс жағында атақты кешегі мына Исатай Махамбет бастаған батырлардың басына барамыз. Махамбет Өтемісұлының. Содан бұйырса Нарынқұмының бір шетіне кіріп, Жаңақала дейтін ауылға аттанамыз. Ал сапар сәтті болсын, аман бола.